Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Сырласайық арнасына қош келдіңіздер. Егер әңгіме ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Менің жасым 48-де. Жолдасым екеуміз 26 жыл отастық. 2 қыз өсірдік. Олардың екеуі де тұрмыста, басқа қалада тұрады. Үлкен қыздың бір ұл, бір қызы, кіші қыздың бір қызы бар. Күйеуім, қобасымыз сопайып, үйде екеуміз ғана отырамыз ба? Үлкен қыздан туған немерені бауырымызға алайық дегенде, жұмысты қайтем, зейнеткерлікке шыққан соң қалармыз, деп көнбеп едім. Сонда күйеуім, жаман айтпай жақсы жоқ, жазым боп мен қайтыс болып кетсем, жалғыз қаласың ғой, деген еді. Сол кезде оған мән бермей, не болса соны айтпаш, деп ренжігем. Қазір ойласам, сол әңгімені жайдан жай айтпаған екен. Шамасы Құдай оған бірдеңені сездірген ау. Өйткені сол бір әңгімеден соң көп өтпей, осы жазда күйеуім аяқ асты жүрек талмасынан көз жұмды. Сөйтіп, марқұм күйеуім айтқандай, қобасым сопайып, үйде жападан жалғыз қалдым. Күйеуімнің 40-ын өткізгенге дейін қыздарым кезектесіп қасымда болды. Әкелерінің 40-ы өткен соң, қыздар өз үйлеріне қайтты, үйде жалғыз қалдым. Сол күннен бастап түсініксіз жағдайға тап болдым. Демалыс күні болатын, түскі астан кейін төсекке қисайып жатқам. Бір сәт төбе жағымда біреудің тұрғанын сезіндім. Шошып орнымнан тұрдым. Елес көрінген болар деп ойладым. Десе де, қорқынышымда әзер бастым. Ертеңіне жұмыстан келіп тамағымды ішкен соң, бір қағаздарымды жазып бітірейін деп, жазу үстелінің басында отырғам. Бір уақытта арқа жағымда біреудің тұрғанын сездім. Ақырын басымды бұрдым. Ешкім көрінбейді. Бірақ дәл қарсы алдымда біреудің тұрғанын анық сезіп тұрдым. Мұрат, деп дауыстадым. Үн жоқ. Алайда қарсы алдымда біреудің ақырын қозғалғанын сезіледі. Неге екені қайдам, осы жолы қорқыныш сезімі болған жоқ. Өзімді қолға алып, Мұрат, маған алаңдама. Менің жағдайым жақсы. Мені тыныш қой, дедім. Сол сәтте Мұраттың ақырын кеткенін сездім. Ертеңіне арнайы тамақ жасап, жетелпек пісіріп Құран оқыттым. Қыздарым айтсам, жалғыз болған соң елегізіп, адамға неше түрлі көрінеді. Біздің біреуміздің қолымызға кел, ауырып қаласың, деді. Мен күйеуімнен қалған қара шаңырақты, жұмысымды тастап қайда барам? Ертең мен үшін олардың отбасында реніш болып жатса ше. Мұны олар ойламайды. 2 аптадай Мұрат мені мазалаған жоқ. Бірақ бір қызығы, мен оны күтіп іздейтін болдым. Соны сезіме, көп ұзамай ол тағы келді. Алаңсыз, ас үйде шай ішіп отырғам. Кенет арқа жағымда біреудің тұрғанын сездім. Сезіп отырмын, дәл сол, Мұрат. Қорққам жоқ. Қайта артқа бұрылсам кетіп қалар деп қорқып, бұрылмай отыра бердім. Қалай айтқанымды білмеймін. Мұрат, сен болсаң белгі бер, дедім. Бір кезде 2 иығыма ақырын ғана қойылған 2 қолды анық сездім. Ақырын қолымды иығыма барып, қолының үстіне қойдым. Неге екенін қайдам, оның иығыма қойған қолын сезгенмен, қолыммен оның қолын сезе алмадым. Солай, біраз отырған соң ол кетті. Ертеңіне Мұрат тағы келді. Шай ішіп отырғанда иығыма қолын қойды. Оның қолын сезінбесем де, қолымды иығыма барып, Мұрат, бүгін кетпеш, осында қалшы дедім. Ол ақырын иығымды қысты. Сол күні ол қасымда жатты. Қыздарым айтып едім, сенің жүйкең шаршаған, бүйтіп жүре берсең, жүйке ауруына шалдығасың, деп. Жылап еңіреп қоярда қоймай, емханаға барып тексертті. Менімен сөйлескен соң дәрігер, аздап жүйкеңіз шаршаған, денсаулығыңызда кінәрат жоқ. Мүмкіндік болса санаторияға барып, демалып қайтыңыз, деді.
Қыздарым қоймай жұмыстан демалыс алғызып, 10 күнге санаторийге жіберді. Санаторийде 3-4 күн болған соң, мен үйімді, дәлірек айтқанда мұратымды сағындым. Ол мені үйде күтіп отырған сияқты болатта тұрады. Расымен де солай болды. Келген күні-ақ оның үйде екенін сездім. Менің келгеніме қуанған сияқты. Қай бөлмеге барсам, сол бөлмеге барады. Мен онымен кәдімгідей сөйлесем, ол менің сөздерімді естіп, түсінетін сияқты. Тек жауап қайтара алмайды. Жұмысқа шыққан соң, осы жағдайда бірге жұмыс істейтін жақын танысыма айттым. Ол менің бетіме бажырая қарап, сен психотерапевтке көрін, деп кеңес берді. Тағы бір құрбым айтсам, ол да жүйкең шаршаған, сосын саған солай елес көрініп жүр. Дер кезінде емделмесең, науқастанып қаласың дейді. Қыздарымның да айтатын сол. Бәрі маған қарсы. Молдаға оқытып, үйді тазартып, ондай күйден арылу керек дейді. Ал менің Мұраттан айрылғым келмейді. Менің бұл күйім науқастық па? Маған қандай кеңес бересіздер? Әңгіме Алаш айнасы KZ сайтынан алынды.